Сапқа тұрамыз жігіттер, бір сызыққа түзу. Мен айттым ғой сендерге қалай тұру керек, бой-боймен. Және де аяқтар жинақы, қол түзу, дене түзу. Аяқ талтаймаймыз, жинақы. Кішкене бір сызықпен жігіттер қараңдар. Қолыңды түсір Мансұр. Түсір қолыңды. Түзу, жинақы. Мына Мансұр сияқты. Аяқтар дұрыс, жинақы осылай. Түсір қолыңды. Сағыз шайнамаймыз. Бәрін таза, дұрыс. Ең бірінші тәртіп сапқа тұрудан басталады. Одан бөлек жаттығуға кешікпей келуден басталады. Дұрыс па? Так, бүгін жаттығуға кім кешік келді? Тағы кім кешікті? Не үшін кешіктіңдер? Келдім кешікпей, бірақ барсақ күн келмей. Сосын? Сен не үшін кешіктің? Не үшін отырдың? Жай отырға болмайды ғой, уақыт болды ма? 10-ға дейін келіңдер. Бүгін ерте келген жігіттер мінекей. Мен кімді көрдім бүгін? Абока сен келдің, сосын бір 6 бала келді ғой ерте. Кім келді тағы ерте? Сен келдің. Тағы кім келді? Сен келдің ерте, я? Ертерек келіңдер, созылыңдар, растяжка істеңдер. Кешікпегіңдер жігіттер, сен Алматы жап-жақын жерде тұрасың негізі. Сен вообще ерте келің керексің. Жарты сағат, 15 минут. Амир, сен кешіктің ба? Кім жаңа бір кешіп келген тағы соңында? Шина, екеуің неге кешіп келіп жүрсіңдер ағайындылар? Тез киіңдер. Кәуерға кеп киіңдер, разделка емес. Кәуер кілемнің үстіне киіңдер. Амир, кешікпе. Кім не түсінді бүгін жаттығудан? Қысқа нұсқа. Бір-екі ауыз. Кім айтады? Қолды байлау. Және сонадан шығару. Сосын? Біз 2 және 4 балықты приемдар. Жақсы. Не істедік бүгін? Бүгін качарка істедік, прием істедік, сосудық, майды состық. Жақсы. Не істедік бүгін? Прием, жамбас. Жамбас, жақсы. Нұрок. Сосын? Не істедік? Качырга, жамбас, мен күрестік. Күрестік. Сосын? Не істедік бүгін? Качырга, жамбас, нұрок. Өзің айтшы бүгін. Бірінші жаттығу қалай өтті? Тер шықты кішкене маңдайыңнан. Не түсіндің? Қалай қолды байлау керек, жамбасты, качырга. Бізде күресте жетістікке жету үшін кемінде жарты жыл, 1 жыл керек жігіттер. 1 ай қатысып, 2 ай қатысып чемпион болам деген нәрсе жоқ. Сол себепті әр айтылған нәрсе осындерге сабақ үйрену керек, миға тоқу керек. Бүгін қол байлауды үйретті, зонаға шығаруды үйретті. Тағы не? Оның бәрін мидағы багажға жинауымыз керек қой, ұмытып қалмас үшін. Түсіндіңдер ме? Мен 1 күн келдім, 2 күн келдім емес мәселе жылдап қатысу керек бізге күреске. Сол кезде ғана нәтиже болады. Ал біздегі мақсат чемпион болу оңай, адам болу қиын, адам болу. Дұрыс па? Не өткіздіңіздер бүгін полный? Бір толық түсіндіріп өтсеңіз. Бана бірінші үйреткенім қолды байлау, артқа шығу, мұрок. Одан қол жасалмаса, жамбас. Түсіндір, алды ашық. Амир. Түсіндір. Қандай приемдарын біледі. Аттарын жаттап жүргендер приемдарды хотя бы. Мынандай прием. Қандай прием көрсет деген кезде біліп жүретін. Мынандай прием, мынау жамбас, мынау качерга бірші. Барлық приемдарды біліп жүріңдер. Және де қалай жасалу керек. Аяқ қойған кезде до конца қоясыңдар. И содан кейін мысалы жамбас жасайтын кезде жамбасты до конца шығарасың. Не үшін жамбас дейді? Оны өйткені сен жамбастарын до конца шығарып, мойнын қысып құлатасыңдар. Лақтырасыңдар. Прием до конца жасап үйреніңдер сосын. И сосын мысалы жамбас жасайсыңдар ғой. Жамбас жасағаннан кейін ұстап тұрасыңдар 5 секунд. 5 секунд ұстайсыңдар. Сендер туше қоясыңдар сөйтіп. Ал егер мысалы ұстаймай қалсаңдар, жамбас жасап лақтырасыңдар. Сендерге 4 дальше күресесің. Саған туше басқап, екі екпен қойып жерге 5 секунд ұстап қалсаң болды. Сен ұтасың автоматически. Сол үшін де любой жасаған приемді до конца жасап үйреніңдер. Прием жасайсың ба, до конца жаса и туше қой. И сол кезде саған айттым ғой бағана ненің басында, күрестің басында. Жеңіске жетудің 2 әдісі бар. Либо пачкам, либо тушемен. Тушемен бағанады қоясың, 2 болды. А пачкам сен бағана ең оңай жол очко алудың, ол артқа шығу. Артқа шығып жерге құлатсаң, сен қанша очко аласың? Кім айтады? 2 очко аласың, дұрыс. 2 очко аласың. Дальше накат жасай берсең, мысалы 2 очко алуға болады. Автоматически поражение қаншада береді? Кім біледі?
8-0 болатын болса, егер сен 8 очко ұтсаң адамнан, көбірек алсаң, сен автоматически ұтып тұрсың сол жерде. Сондықтан жігіттер приемда до конца жасай үйренеміз. Кімге не түсінікті, не түсініксіз? Не түсінбедіңдер болмаса?